Ертеде бір әділ де мейірімді патша өмір сүріпті. Оның 2 сұлу қызы болыпты. Патша қыздарын бірдей жақсы көріп, қалағанын алып беріп, еркелетіп өсіреді. Жылдар өте қыздарының мінезі өзгере бастайды. Үлкен қызы үнемі мұңайып жүрсе, кіші қызы әрдайым жадырап, айналасына шуақ шашып жүреді. Мұны байқаған патша бір күні сарайына дана Ұлықпан хакімді шақыртып, үлкен қызым күлмейді, дертін ешкім білмейді деп мұңын шағады. Ұлықпан хакім рұқсат сұрап, сарайда бірнеше күн қонақ болады. Ол күн сайын қыздармен әңгімелесіп, олардың ішкі жан дүниесін байқайды. Сонда хакім кіші қыздың ұйықтар алдында тек жақсылық ойлап, таңертеңде жақсы ниетпен оянатынын аңғарады. Ал үлкен қызы кешке көрген қиындықтарын ойлап жатып, таңертеңде сол ауыр оймен төсектен тұрады екен. Ұлықпан хакім патшаға былай дейді: өмір айна сияқты. Адам не ойласа, өмір соны көрсетеді. Жақсы ой жанды нұрландырады. Сол күннен бастап үлкен қызы жақсы ойлап, жақсы ниетпен өмір сүре бастайды. Көңілі жеңілдеп, жүзі жадырайды. Өмірі де нұрға толады. Жақсы ой бақыттың бастауы.